Pinduoduo сайтынан ең арзан тарифті каргомен, яғни G каргосымен заказ беруді үйренетін боламыз. Заказ беретін кезде осы жерде адресті қараймыз, дұрыс шығып тұр ма, соны тексереміз. Бұл G каргоның адресін тіркеуді мен өткен видеода айтқан болатынмын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Осы видеоның астына адрес тіркеген кездегі видеоның сілтемесін қалдырып кетемін. Адресті тексергеннен кейін осының астында қызыл батырманы басып заказ береміз. 15-те 9 юан шықты және қызыл батырманы басамын. Ал мына жерде сіздің картаңыздың 3 санын тіркейсіз. Және бізде заказ берілді. Менің тауарым осы екінші батырмада тұр. Және де осы жерге жолға шыққаннан кейін трек-код шығады. Сол трек-кодты G каргоның отслежка сайтынан көрсеңіздер болады. G каргоның отслежка сайтының сілтемесін видеоның астына қалдырып кетемін. Сол жақтан кіріп, тіркеліп алсаңыздар болады. G каргосының сілтемесіне кіреміз. Біз астындағы тіркелуді басамыз. Мына тұрған бірінші жолға әркім өзінің кодын жазады. Сізге қандай код беріледі, яғни сол кодты жазатын боласыз. Одан кейін атыңызды, фамилияңызды және де электронды почтаңызды жазасыз. Және телефон номеріңізді жазып, парольге өзіңіз қалаған парольді ұмытпайтындай етіп жазып бір жерге сақтап қойыңыз. Одан кейін тіркелуді басамыз. Және қайтадан номеріңізбен осы жерге жаңа ғана жазған пароліңізді жазасыз. Біз G каргосына тіркелдік. Енді сіздер осы жерден жаңағы трек-кодты жазып, товарыңыздың қай жерде келе жатқанын қарап отыра аласыздар. Pinduoduoға трек-код шыққаннан кейін осы көк батырманы басамыз. Және сол трек номерді осы жерге жазып, товардың атын тіркейтін боламыз. Осылай сіздер товарларыңыздың қай жерде келе жатқанын қарап отыра аласыздар. Ал қандай адреске келетіні сіздің товарыңыз Қазақстанға жеткеннен кейін, яғни Шымкент қаласына жеткеннен кейін көрініп тұрады.